Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 16-шы сабақ 65-ші жаттығу. Өлеңді көшіріп жазып, қарамен жазылған сөздің астын сыз. Күнде тәртіп бұзыпты, кішілерді сүзіпті, миуаны үзіпті, мүйізіне тізіпті. Миуа сөзінің жазылуына назар аудар. Миуа сөзінің мағынасын оқулықтың соңындағы түсіріндірме сөздіктен қарап біліп ал. Миуа сөзі қазақ тілінде жеміс, өсімдік жемісі деген мағынаны білдіреді екен. Көбінесе алма, алмұрт, өрік, шие сияқты ағаш жемістеріне қатысты қолданылады. Демек, миуа сөзі жеміс дегенді білдіреді. 66-шы жаттығу: сөздерді көшіріп жаз, олардың жазылуын есіңе сақта. Миуа, хайуан, хайуанат. Осы сөздерді қатыстырып сөйлем құрап айт. Бірінші миуа сөзіне: бақтағы ағашта пісіп тұрған миуасын жегісі келген хайуанды күзетші көріп, оны хайуанаттар бағына апарып қойды. Екінші хайуан сөзіне: балаларға тәтті миуаны жегенді жақсы көретін хайуандарды көрсету үшін ата-анасы оларды хайуанат бағына алып барды. Үшінші хайуанат: күн мезгілінде жерге түскен миуаны жинап жүргенде ауылға жақын жерден бір жабайы хайуан келіп, кейін оны хайуанаттар бағынан көрдік. 67-ші жаттығу: мәтінді көшіріп жаз. Ю әрпі бар сөздің астын сыз. Саматқа әкесі Юпитер ғаламшары туралы айтып берді. Самат Юпитердің ең үлкен ғаламшар екенін білді. Ол Юпитерге ұшып баратын зымыран ойлап таппақ болды. Дерек көздерден Юпитер туралы біліп ал. Ал олай болса, Юпитер туралы ақпаратқа назар аударайық. Юпитер күн жүйесіндегі ең үлкен планета. Ол күннен 5-ші орында орналасқан. Өлшемі жерден 11 есе үлкен, ал массасы 318 есе ауыр. Юпитер газды алып, негізінен сутек пен гелийден құралған. Оның қатты беті жоқ, қалың атмосферасында алып құйындар бар. Соның ішінде ең белгілісі үлкен қызыл дақ. 68-ші жаттығу: шығармашылық үзіліс. Суреттегілердің атауын тиісті орнына қойып, өлеңді оқы. Көрпені жаю керек, ыдысты шаю керек, матаны қию керек, жейдені кию керек. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бұл сабақ сіздерге түсінікті болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп және де видеоға лайк басып қоюды ұмытпаймыз. Келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін міндетті түрде осы каналға тіркеліп қойыңыздар.